Kan ağa жүріңші. Жүре алмайсыз, ya? Неге аяқты ауырады ма? Қай аяқ ауырады? Оң аяғым ауырады. Оң аяғыңыз. Қытай, мануальный терапия бәрін өттіңіз, ya? 10 жыл болды. 10 жыл болды. Жақсы. Әйтпесе басқа амал жоқ. Амал жоқ, ya? Бәрі жақтан бәрі пайдасы жоқ. Болды. Қан аяқты bemorda shunaqa kattagina bizda bugun operatsiyadan ikkinchi sutka o'tgan kuni akaga operatsiya qilgandik 54 yo'q 53-54 grijasini olib tashladik. Qaraysiz? Жақсымын. Oyoq tasladingiz mi? Аяқ тастадым. Oyoqlar istedimi? Аяқтың бәрібір істеді. İsteyapti. Ауру тоқтады. 10 жыл ауырғам. Саған алла разы болсын. Жазылдым. Ağa құтты болсын, operatsiya жақсы болсын. Қан бір жүріп беріңізші. Барлықтарыңа рахмет. Мен Ташкент қаласына осы Family Medion клиникасына келдім. 900 мың теңге болуы мүмкін, немесе 1 миллион теңге ақша болуы мүмкін. Сіз сложный операция айтып отырсыз ғой. Бірақ соған сіз кепілдік бере аласыз ба? Былай қараңыз. Бұл эндоскопта омыртқаны, нервтарыны 40-50 мәрте жақынластырып көріп береді. Майда капиллярларды көрінеді бұнда. Яғни сіз нервті де көре аласыз. Алып тастайсыз. Яғни сіздің операцияда ешқандай кесу жоқ. Келіп сіздің консультацияңыздан кейін операцияға кірмей қайтып кетіп жатқандар бар ғой. Бар, көп, ондайлар көп. Қанша минуттың или қанша уақыттың ішінде сізден осы грижадан құтылуға болады? Енді операция неше сағат болды? Bir жарты сағат шамасында болып қалды, тез болды. Точно бір минутын айта алмаймын. Ауру келді, анализ бар ма жоқ па білмеймін. Ақшаңды алды, мені зор қылып жібер деген болса, онда сіздерге операция істетмеген мақұл. Бармаған жерім жоқ, Қарағандыдан іздестіріп. Сол сөйтіп іздестіріп, бір-екі жерлерден ем алдым, болмады. Уже сіздің жүріп келе жатқан кезінде білініп, жаймен ауырып бастап жатса, онда сізде грижа асқынып келе жатыр деген сөз. Слабость бәрі кетті, аяқтың орнына келді, бәрі орнына. Оң жақ аяғым ауырып бастады, шамалап. Жасыратындығы жоқ, кеше ғана мына операция жасап. Кеше келген адамдар кәдімгідей екі аяққа тұрып жүріп келе жатыр. Достар, қазір операционныйда шықтық. Палата, жататын, обслуживаниесі бәрі сол баған соның ішіне кіреді. Иә, соның ішіне кіреді. Шамалап түсірді, жақсы, ұнады өзіме. Қазір мұны енді жасап отқандары 100 мыңға жасап беріп жатыр, Бауыр мырза. Соңғы кеше келген кезімде 1,7 болды ғой, 1 сантиметр жетім. Сіздік үлкен болып кеткен екен ғой. Үлкен болып кеткен, иә. Сіз кеше келдіңіз ғой, иә? Кеше келгенбіз, иә. Бір күн жатамыз, Құдай қаласа ертең қайтамыз енді. То біздің Қазақстанда бұл операциялық пока жоқ екен. Соған Ташкентке келдік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен Мұхаммед Ханафия, сіздермен қайта кездескеніме қуаныштымын. Мен Ташкент қаласына осы Family Medion клиникасына келдім. Бұл жерге келген себебім доктор Абдухаликов Бабыр мырзаға келдім. Яғни ол кісіге Қазақстаннан өте көп адамдар келеді екен, науқастар келеді екен. Қазақстанның күллі облыстарынан келеді екен, грижа мәселесімен келеді. Ол кісі осы TikTok, Instagram желілерінде өте көп танымал. Грижаның алдын қалай алуға болады, одан қалай құтылса болады, грижаны үй жайында қалай құтылса болады, операциядан құтылуға бола ма, сол жайында видео түсіруге келдім. Яғни бұл жерге келіп жатқан қазақстандық көптеген науқастар Қытай көрген, шетел көрген, Россия көрген, қаншама мемлекеттерді көріп, ең соңында осы Бабыр мырзаның қолынан өткеннен кейін олар грижасынан айығып, әрі қарай жұмыстарын істеп, өте жақсы жүріп тұрып кеткен кісілер. Мен ол кісілермен де сұхбаттасатын болам, Бабыр мырзамен де сұхбаттасатын болам. Сіздердің грижадан қалай құтылуға болады, сұрақтарыңыздың жауабын осы видеодан алатын боласыздар. Ол үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум, Бабыр мырза. Қалайсыз, жағдайларыңыз? Рахмет. Иә. Сол Қазақстаннан келіп, осы TikToктан, Instagram желісінен сізге осы көптеген адамдар келіп, грижаны емдетіп келіп жатқанда, мен де осы бір YouTubeға түсірейін деп, осының сыры неде, мәні неде деп. Достар, бұл кісі доктор Бабыр мырза, осы нейрохирург, грижа маманы, грижаны 15 сағаттың, 18 сағаттың ішінде осы коляскамен келген адамдарды, екі аяғынан жүре алмай келген адамдарды 15 сағаттың ішінде операциясын жасап жүргіздіріп жүріп отыр.
Ал енді Бабыр мырза, осы клиника жайлы айтып берсеңіз, сізге Қазақстанның қай облыстарынан адамдар келеді және? Саламатсыздар ма? Мен Бабыр мырза Абдухаликов. Мен нейрохирург боламын. Бізді Медион клиникасыда сол нейрохирург болып жұмыс істеймін. Мен 2015 жылы оқысты бітіргенмін. 2017 жылдан бері омыртқа проблемаларына, грыжа, стеноз, омыртқа сынып қалысы, соларға операция істеп келемін. 2022 жылдан бастап біз Ташкент қаласында эндоскопия позвоночника бойынша оборудованиялар сатып алғанбыз. 22 жылдан бастап сол кішкентай тесік жардамында омыртқа үшін үлкен операциялар өткіземіз. Медион клиникасында Қазақстанның да, Өзбекстанның да, Қырғызстанның да, Тәжікстанның да адамдар көп келеді. Именно омыртқа проблемалары білен. Енді бұл омыртқа деген көп еркектерде болатын осы грыжа ауру көп қой негізі. 100% еркектің бір 50%-ында кездеседі деп мен ойлаймын. Енді бұл жерде бұл салдар неден, қалай грыжа болады, қалай жұқтыртып алады, или ол өзінен шығатын ауру ма? Бізде на самом деле қандайдыр процентовка жоқ. Еркектерді көп үшіреді, либо әйелдерді көп үшіреді деп айта алмаймыз. Себебі қазір біз операция істеп еткен адамдарды 50% әйел болса, 50% еркек. И грыжаға алып келген бірақ та причинасы жоқ. Бұл дайым комплексный причина. Кімдедір ауыр жүк көтереді, кімдедір водитель, кімдедір ауыр жұмыс істейді, а кімдедір мектеп оқушысы. 15, 16, 17 жігіт өспірлерді, жігіттерді, қыздарды грыжасы бар. Сосын бізде айта алмаймыз. Грыжа ешқашан жасқа қарамайды. Бізде 85-те де операция істейміз, 16-да операция істегенбіз. Сосын грыжаның бір причинасы жоқ. Сосын әр түрлі адамда грыжа болады, әр түрлі адамда грыжа шығады. Енді жасы үлкен адамдарда грыжа емес стеноз. Бұл сужение deyilеді. Кішкентай омыртқа каналы өмір өткен сары кішірейтеріп, нервтер қысылып қалады. Адам жақсы жүре алмай қалады, басқа болады. Соларды причинасыны біз тауып, причинасыны жечуге харакет қыламыз. Медион клиникасына бір удобство жайлары бар, удобный тарафлары. Ол клиникаға келген адам осы клиниканың ішінде бәрін өтуге возможность бар. То есть ауру келді, бар мынау жағаға барып, МРТ жасап кел демейміз, себебі МРТ бар. Барып ау жерге барып ЭКГ өтіп кел демейміз, ЭКГ бар. То есть ауру келген кезден бастап, то операция істеліп, бұл жерден шығып кеткенге дауыр, бізде бәрі возможностьтар бар. Енді Бабыр мырза, мен сізге келер алдында мен осы ізденіп, қарап көріп келдім. Сізге өте ауыр жағдайдағы науқас адамдар келеді. Коляскамен келеді, балдақпен келеді. Солардың қанша пайызы жүріп, тұрып, кәдімгідей бая қалпына? Енді ситуация былай. Адамдар келгенде жүре алмай келген адам, полный аяқ істемей келген адам болады. Осы бірінші ретте давайте бастаймыз, неге адамдар операциядан қорқады. Бізде омыртқа операциясы ең сложный операциялардан бірі хисапланады. Қазақстанда да, Өзбекстанда да адам жүре алмай қалғанша операция істетмейді. Себебі кімдедір бауыры бар, кімдедір қосынысы бар, кімдедір танысы бар, операция істетіп жақсы болмаған. Омыртқада жақсы операция жасалмағанды пайызы алдындары 30-40%-ға жетер еді. То есть операциядан кейін инвалид болып қалдым, коляскаға отырып қалдым. Болмасам, әгерде кімдір бұны шығып, мен 100% саған гарантия беремін, операциядан кейін жүресің дегенде, может быть, адамдар тезірек істетер еді ол операцияны. Түсіндіре алдым ба? Себебі қорқып қалған адамдар. И адамдар осыны аурулар бізде Қазақстанның науқастарымыз, өзіміздің науқастарымыз жүре алмай қалған кезде келеді. Ол мен болды, жаттым. Ауру асқынып, жүре алмай қалған кезде. Но секреті болай ғой, ашығын айтқанда. Адам жүре алмай келсе, жүріп кетуге уақыт керек болды. Маған кімдір жүре алмай келсе, мен айтамын, саған 1 ай, саған 6 ай. Қандайдыр ауру білен келген болса, мәселен, грыжаның бірінші белгісі, ол бел бен аяқтағы ауру.
адам сол жерге қазір видеолар жасаймыз, менге келген ауруларды видеосын. Har bir ауруда аяғында күшті ауру білен келген. Ауру білен келеді, біз грыжаны аламыз, нервтарды босатамыз, и ол шығып кетеді. Біз жасап жатқан операция қазіргі күнде әлемде ең заманауи операция. Ол белде кішкентай тесік болады, ол жерге де қазір қоямыз, операция істеткен. Грыжаны шығарамыз, науқасты қолға береміз, ертесі күні үйге жібереміз. Бүгінде бізде қазір бүгінгі күнге 3 операция жасалды. Сіздерге ертеге оларының результатыны көрсетеміз. Оларның до видеолары бар, сөйлешеді. Басқа ол адамдарды, бәрі ол адамдар Қазақстан азаматтары. То есть негедір қайсыдыр дәрігерлерге жолықпасты, маған жолықты, мен сөйлештім, мен түсіндірдім. И сол науқастар ем алған, ұрдырған, шоздырған, соқтырған, кімдір барып дуа оқытқан, соларда бізде Қазақстанда, Өзбекстанда солай парамедицинский емлерді түрі көп. Кімгедір жардам береді, кімгедір жардам бермейді. Но самое главное, ауруды өткізбей келе керек. Ауру қанша дәрігерге жолықса, сонша эффект жақсы болады. И мен олын айтқанымды, мен жүріп алайлық, мен олын айтқаным білен, мен күштімін, башқа дәрігерлер жаман дей алмаймын. Себебі 80% адамға ешқандай операция керек емес. 80% адам ем алып, жақсы болып, ешқандай операциясы түзеліп кету шансы бар. Но сол 20% адам, 20% адамдар уақытыда дәрігерге келіп, уақытыда хирургқа келіп операция істету керек. Көп адам жаңағыдай ауруды асқындырып келеді, әбден уже шебіне жеткеннен кейін қиналып, амалдың жоғынан, мысалға сол енді басталып келатса, алдын алуға болатын, яғни физикалық физиотерапия жасап, мысалға жаттығуларды жасап, дәрілерді ішіп, енді сіз айтып отырсыз, жаңа адам көп пайыз адам қорыққанынан келе алмайды деп. Оларды қорқынышты жеңу үшін сонда амал жоқ, түбіне әбден осы біткеннен кейін келу керек болып тұр ғой, ауырып уже 2 аяқ істемегеннен кейін амал жоқ қорқынышты жеңесің. Олай болмаса болмайды уже. Мен сіздің көп видеоларыңызды көрдім, көбінісі уже балдақпен, коляскамен келіп жатыр, уже жүре алмай қалады. Сосын мен өзіммен қатар жас балдарды көрдім. Уже мынандай сколиоз болып, белі қисайып. Но енді сколиоз деген бекерден бекер болмайды, уже бір аяқты баса алмағаннан кейін омыртқа жаймен қисаяды. Сосын көп адамдар айтуы мүмкін, Бабыр мырзаның операциясын жасады дұрыс, бірақ бұл разница шамалақ қой, ол дұрыс жүріп кетті деп айтуы мүмкін. Но бірақ сіз анадан туылған баладай қылып олай жасап бере алмайсыз ғой. Операциядан кейін енді ол жаймен әрі қарай жаттығулар жасайды, шамал дәрілерін ішіп, жай орнына келеді. Бірақ коляскадан отырған жерінен әуелі Алла енді, одан кейін сіздің сенімгерлігіңізбен операциясын жасап, орнына тұрғызып, жүргіздіріп жіберіп жатырсыз. Только мен сіздерге видеоларын салатын болам, қанша адамдардың куәгері болып, себепкері болып, рахметін айтып, естіп, разылығын алып жүрген осы Бабыр мырзаны мысалға. Бір сөз, коляска білен келген адамды баста мен былай сөйлешемін. Аға, сізде уақыт өтіп кеткен. Кімдедір коляска бір ай болғанда отырғаны. Мен айтамын, және бір ай сабыр етесіз. Омыртқа операциясы оңай операция емес. Ол уақыт керек болады. Кімгедір 1 апта, кімгедір 5 апта, кімгедір 6 ай. И бізді қыладыған ісіміз, біз нервтарды босатамыз. А вот нервтарды восстановлениясы ол уақыт талап етеді. Бабыр мырза, енді Қазақстаннан келетін адам қай жерге жатам, оның жағдайы қалай деп сұрақ қою мүмкін, мысалға палатасы қандай, несі қандай, или квартираға барам ба деп, сол жайлы оның ақшасы қанша болады, айтып жіберсеңіз. Енді бізде былай, ауру келген кезде, агер полностью обследование келсе, МРТ-сі болса, анализдері болса, сол күні жатқызып, ертесі күні может операция істеу возможность болады. Бізде адамға бағлық. Адам операцияға көп болса, онда пациент гостиницада жатады, кейін келеді. Бізде қазір сізге палаталарын өткіземіз. Обязательно. Бізге келген кезде операцияның среднем бағасы қазір енді на момент публикация 27-11-да 650-700 мың теңге. Бывает сложно, қиын операциялар болса, олар 900 мыңға да баруы мүмкін ақшасы. То есть берік білен серіктің диагнозы екі түрлі.
900 мың теңге болуы мүмкін, Иә. немесе 1 миллион теңге ақша Иә. болуы мүмкін. Сіз сложный операция Иә. деп айтып отырсыз Ну, ғой. Бірақ соған да. сіз кепілдік бере аласыз ба? Былай қараңыз, қара, кепілдік екі үш нәрсеге бере аламын. Нервтарды зияндамау үшін 95%-ін үлкен бізде. Бізде современный технологиялар істетілген себеплі адамдар қорқадыған ең үлкен нәрсесі бұл нервтарды повреждениясы. Нервтарды повреждениясы болмайды, повреждение келтірмейміз. 99%. Но грыжа қайта шығу қафы бар. 2-3-4% адамға бағылық мұны. То есть, егер де сіз жаңа машина алып, салондың дәледе жүрсеңіз қалай, қалада жүрсеңіз қалай. Сол, олдай медицинада 100% кепілік ешкімде жоқ. Қимылдамай, азынан кешке дейін бір сиденьеге отыра беретін болса, онда амал жоқ, ол грыжа қайттан өсіп кетеді. Ну, егер де операциядан кейін адам салмақ жинап, ауыр көтеріп, парашюттан секірсе, ол 100% шығады. И және бір нәрсе шілім шегу. Кім шілім шексе, или сахарды темекі адам шексе, и сахарның диабеті болса, сол кісіде де қайта шығышы қапы үлкен. Да. жаңа Мырзабек ақшасын кассаға ма? Кассаға. Енді Бабыр мырза, сіздің алдыңызға осы жерге сізді тиктоктан, инстаграмнан көріп тұрып, келіп тұрып, сіз операция жасамай қайтарып жүрген кісілер болды ма? После сіздің консультацияңыздан кейін. Маған да келген 100% адамдың, может 50-60% операция істеймін, 50-40% адамға операция істемеймін. Себебі маған келген адамдар хирургқа сразу адам келе қалмайды, бірінші рет ол. Кімдір келеді, ол емделген, анонға барған, ұрған, соққан, лечение алған, физиотерапия, карипазим, бәрін алады, келеді. Результат болмайды. Кейін мен көрем, и өзімді мнениямды айтамын. Операция істеу керек па, қажет емес па. Сосын екінші реттегі адамдар кім мені операциямдан кейін салмағын түсіріп, өз үстіде жақсы істеуіне мен білмесем, мен сол нәрсеге уверенный болмасам, мен операция істемеймін. Себебі мен істелген операция білен адам кісі жақсы болып қалады, көп қалады. Егер де өзінің үстіде операциядан соң істесе. Егер операциядан соң адам өз үстіде істемесе, жаттығу жасамаса. Яғни операциядан кейін сіздің айтқаныңызды істеу керек. Мен солға мен уверенный болуым керек. Соға егер де мен сол нәрсені білсем, сол нәрсені сезсем, анда операция істеуге болады. Онда ауруда да, менде де результат жақсы болады. Себебі бұлай нәрсе бар да, адамда ең көп берілетін бізге сауал, грыжа қайтып шығады ма? Грыжа қайтып шығуы мүмкін деп дайым айтамыз. Мүмкін. Себебі біз алдыңғы операцияларға оқсап, мынау белді үлкен кесіп, оны бәрі сүйектерді алып тастамаймыз. Бізде сол кішкентай таяқ бар. Ол таяқтың намы эндоскоп. Эндоскоп. Бұл эндоскопта омыртқаны, нервтарыны 40-50 мәрте жақынластырып көріп береді. Майда капиллярларды көрінеді бұнда. Яғни сіз нервті де көре аласыз. То есть нервті жарақаты 1% болуы мүмкін. Кітаптарда жазылған. Бізде үшіремеген. Сол. Кіреміз, нервтарды босатамыз. Мынау жерде мәне омыртқаны жамбас. Омыртқаны жамбастан қарағанда. Ол сүйек. Екі сүйектің арасында солай диск бар. Бұлай қарасақ, шығып тұрған қызыл нәрсе бұл грыжа. Нервті езіп тұр. Ропараға қарап шығып тұруы мүмкін. Шығып, жерге ақы түсуі мүмкін. Төменге қарап. Лебі алдаған қарап. Сол. Енді сіз сонда таяқша арқылы нервтерға зақым келтірмей отырып алып тастайсыз. Яғни сіздің операцияда ешқандай кесу жоқ. Енді тесік бар. Тесік. Бәрібір адамды нервтарының ішінге кіру үшін кішкентай тесік болады. 6 миллиметрлік тесу жардамында. Енді мен айтайын дегенім просто бұл жерге келіп жатқан мынандай адамдар бар екен да. 2-3 миллиметр, 4 миллиметр болуы мүмкін. Сіздің практикаңызда оларға сіз айтасыз. Бұған операция жасаудың қажеті жоқ.
өзің тренировка жасап, Иә. менің айтқанымды Иә. істесең, бұл өзі де кетіп Иә, қалады деп. иә, иә, Мен иә. бағана айтып жатқаным сол ғой. Иә. Келіп, сіздің консультацияңыздан кейін Иә. операцияға кірмей қайтып кетіп Иә, жатқандар бар ғой. бар, көп, ондайлар көп. Размер не имеет значения деген сөз бар омыртқада. 12 миллиметрда егер адамды омыртқа каналы, мынау омыртқа канал, бір труба сияқты. Кімдедір сол труба үлкен болады. Сол үлкен трубасы бар адамда 12 миллиметр шықса, олды диаметрі 20 миллиметр болса, 8 миллиметр және жай бар. Адам беймал жүруге болады. Кімдедір туғма 10 миллиметр болады. Сол ол жуын өткен жай. Жуын өтетін жай. Да, коридор. Вот дәл осылай. Вот сол жуын өтетін коридор кімдедір врожденный қысқа болады. Сол егер врожденный 10 миллиметр болса, ол кісіде және 8 миллиметр шықса, 2 миллиметр қабатыр ма, ол қысылып жүре алмай қалады. Сосын аяқ істемей қалады ғой. Сосын бәзіде бір адамдар бар, айтады, менде 12 миллиметр еді, мен емделіп кеттім. Біреу айтады, менде 4 миллиметр еді, мен жасаттым. Ерік білен серік бір қыл адам емес. Ол Алла Тағала әрбір адамды индивидуал қылып жаратқан. Енді бір адамның қолы дәу болады, бір адамның қолы болады. Ол қолымыздағы отпечатки пальцев 1 миллиард адамда бәрі қарқыл болғандай, омыртқада бәрі адамда қарқыл. Омыртқа бар, но оның особенностары бар. Ішінде өзгерулері бар. Солар бәрін қосып жиналғанда әрбір адамға индивидуальный подход көру керек. Қалай болады, не болады? Қазір Қазақстаннан, Қырғызстаннан, басқа да осы елдерден келетін науқастардың жататын палатасын таныстыратын боламыз. Ол палата. Енді қазір бұл жерде жай салынмаған, атақ жайлар салынған болады. Двухместная палата, холодильник, телевизор. Ана уже бұл кісіні біреуіне операция істеп, грыжасын шығарып қойғанмын. Грыжа сол туралы нәрсе болады. Сіңір сияқты 27-11. Душевая, туалет. Сашық, пашық. Ассалаумағалейкум. Мен осы Қазақстаннан келіп, Өзбекстан клиникалары жайлы ізденіп жүрген пендемін өзім. Енді сізді маған Бабыр мырза айтты. Бұл жақта қазақ адамдар жатыр, қазақ кісілер жатыр. Келіп, шынайы сұхбат алсаңыз болады. Қандай жағдайда болған реакциясын өздері айтып түсіндіріп береді. Сол кісілерге сіз жіберейін деді. Енді сіз Қазақстаннан қалай ізденіп келдіңіз, кім арқылы келдіңіз, сол жайлы айтып берсеңіз кішігірім. Мен осы өзім 2016-тан бастап грыжа өзімде. Сол грыжа биыл қатты әсер берді. Сентябрьдің алдында июньде құладым мен. Бір жақ аяқ отказ берді, сол жақ аяқ. Содан құлап бармаған жерім жоқ Қарағандыдан іздестіріп. Сол сөйтіп іздестіріп бір-екі жерлерден ем алдым, болмады. Содан алып интернет арқылы Инстаграмнан осы Бауыр мырзаның видеосын көріп, сосын сол кісіге хабарластым. Сосын ол кісі маған айтты, жаңағы нені МРТ снимокты жібер почта арқылы деді, көрейік деді. МРТны жібердік. МРТымды көріп, ол кісі айтты, саған операция жасау керек деді. Ортаныңға жұлын қысылған деді. Қатты қысылған. Келсеңіз болады Ташкентке деді. Содан Ташкентке шықтым, келдім. Осы жаққа жақсы күтіп алды бұлар. Операция жасады. Операция ойдағындай өтті, жақсы өтті. Мен келген кезде вообще бұлар қисайып келіп едім бір жаққа қарай. Әрең жүріп. Содан операциядан кейін түбәтуа осылай түзеліп, жақсы тұрып кеттім. Сізден осылай қисайып келгеніңізді алдында видео түсіріп алды ғой, иә? Түсіріп алды, иә. Бауыр мырза өзі түсіріп алды. Қисайып келіп, жаңағы келгенде әрең келдім мен мұнда енді. Жүре алмай мазалады. Түні бойы астым бәрі қызатын кәдімгідей. Мазалап келді. Содан алып операция жасады. Операциядан кейін түбәтуа жақсы болдым. Бір жақ аяқ кішкене слабыйлау болды. Бірақ та Бауыр мырза айтты, 1-2 айдың ішінде ол уже өз орнына келеді. Ол сізді әбден анау грыжамен қысылып жүріп қалғаннан содан әсер алған деді. Түбәтуа машалла, міне үйге бардым, жүрдім. Түбәтуа слабость бәрі кетті, аяқтың орнына келді, бәрі орнына түзелді. Сөйтіп үйде жүріп едім, оң жақ аяғым ауырып бастады, шамалап. Сөйтіп шамалап ауырып бастағаннан кейін мен Бауыр мырзаға қайтадан хабарластым. Қарағандыда ең бірінші неврохирургқа бардым өзіміздің. Содан неврохирургтарға бердім, олар стеноз деп айтты. Сізде стеноз, сізге титан дискі қою керек деді. Сосын мен тұрып оларға келіскен жоқпын титан қойдыруға.
Бобур мырзаға қайтадан өзіне звондадым, сөйлестім, осылай мені қайтадан мазалап тұр, тағы да грижа деп. Содан Бобур мырза маған жаңағы сен операциядан кейінгі МРТ-ны жібер деді. МРТ-ны жібердім, бұл кісі қарады, сізде ешқандай стеноз жоқ, келіңіз, сізде екінші грижаңыз мазалап тұр, оң жақ аяққа беріп тұрса, соған операция жасаймыз деді. Сонымен мен осы 25-інде келдім қайтадан. Содан кеше операция жасады. Маған таңертең 11-де жасады операцияны. Содан операциядан шыққаннан кейін где-то 3 сағаттай реанимацияда жаттым. Содан реанимациядан шыққаннан кейін сағат уже кешкі сағат 4-терде уже жүріп бастадым. Енді бұл жердегі обслуживание қалай? Обслуживание өте жақсы. Бұл жердің өте ең ұнаған жері тазалық ұнады. Мынау клиниканың дәрігерлердің қаралғандары ұнады. Жақсы қарайды адамға. Жасыратындығы жоқ, кеше ғана мына операция жасап келген адамдар кәдімгідей екі аяққа тұрып жүріп кетіп жатыр. Коляскамен келіп жатқан адамдар бар. Коляскамен жасы 80-ге келіп таяқпен, 70-ге келіп таяқпен осы жерде қисайып келген адамдар жүріп кетіп жатыр. Енді бұл жерде ем көрсету құны сол жайлы кішігірім айтып кетсеңіз. Ем құны қалай деді, қалай болады? Бастапқыда бағадан кейін екінші рет келген кезде скидка болды ма? Маған бұл кісілер біріншіде келген кезде бастапқы бағасын айтты. Мен келістім ол бағалармен. Осында келдім, жасатып қайттым. Сосын міне екінші рет келетін кезде мен сөйлестім. Скидка жасады. Шамалап түсірді, жақсы, ұнады өзіме. Сол келіп, міне жасатып. Демек басында 700 мың болды. Басында 700 мың болды. Қазір міне енді жасап отқандары 100 мыңға жасап беріп жатыр, Бобур мырза. Біріншісінде 700 мыңға жасап, одан кейін екіншісінде скидкамен 100 мыңға жасап 100 мыңға жасап беріп жатыр, иә? 100 мыңға жасап беріп жатыр. Теңгемен 100 мыңға жасап беріп жатыр. Рахмет, Алла разы болсын. Яғни ол сізде кейбір адамдарда бір грижа болуы мүмкін, кейбір адамдарда омыртқасында 2 грижа болуы мүмкін. Яғни жоғарғы омыртқада орналасуы мүмкін, иә? Сол кезде екінші келген адамдарға уже скидка бар екен. Скидка бар, иә. Ал мынау палата жататын обслуживаниесі бәрі сол баған соның ішіне кіреді, иә? Соның ішіне кіреді. Ал тек қана жаңағыдай анализдері, бастапқы анализдері. Анализдер, иә, бастапқыда анализдің бәрі сол алдыңғы 700 мыңға кірді бірінші келген кезде. Мынау қазір келгенде де сол анализдермен түгел уже дайын тұрған ем. Мен сол үшін Бобур мырза осы жаққа шақырды. Сен осы жаққа Ташкентке кел, сен уже түгел анализдарың бар, түгел данныйың бар бізде. Осы жаққа кел деді. Осы жаққа келдім. Түбәтө, машалла. Сізде жүректі тексерді міндетті. Жүректі тексерді. Наркозға жарай ма, жарамай ма? Бастапқыда, обязательно, иә. Ол жүрек бірінші очередь тексереді бұл жерде. Сосын жаңа қан алып, полный анализдарын алады, полный тексереді. Сосын уже жаңа дәріге аллергияң бар ма, жоқ па, полный тексереді. Сосын бәрі уже жақсы болса, уже операцияға жатқызып, операция жасайды. Енді бұл жерде қызмет көрсету сапасы жақсы ғой, иә? Жақсы, өте жақсы. Өзіме ұнады, көңілімнен шығып жатыр. Аға, енді өзіңіз Қарағанды облысынан келдіңіз? Қарағандыдан келдім, иә. Қарағандыдан. Есіміңіз кім дедіңіз? Қарағанды, Берік. Берік? Берік ағамыз Қарағанды облысынан келген, екінші операциядан кейін. Аға, шауып кетіңіз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әумин. Отбасыңыздың асқақтау әкесі болып, өмірде табысты болыңыз. Аллах тағала сізге екі дүниені бақытын нәсіп етсін. Әумин, айтқан жақсы, сау болыңыз. Сендерге де денсаулық, иә. Достар, қазір операционныйдан шықтық. Қазір Қазақстаннан екі бауырымыз бар екен, операциядан шыққан. Сол кісілерден сұхбат алатын болам. Аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қайсыздар? Жақсы, шүкір. Операциядан қашан шықтыңыз? Операциядан кеше шықтым. Кешкісін шықтыңыз ба? Кешкісін. Бұл жерге кім арқылы келдіңіз, қалай келдіңіз? Сол жайлы кішігірім мағлұмат айтып кетсеңіз. Бір танысымыз осы жерде емделіп, операция жасатып кеткен екен. Сол кісінің айтуы бойынша сөйтіп телефон номерін алып, хабарласып, инстаграмнан көріп, сөйтіп келдік. Ол танысыңыз қазір қалай жағдайы? Жақсы жағдай, жұмыс істеп жүр қазір, жақсы. Өте жақсы жағдайда жұмыс істеп жүр, баяғыдай шауып жүр десеңіз. Иә. Енді сізде бұл бірінші операция ғой, иә? Бірінші, иә. Есіміңіз? Мырзабек. Қай қаладансыз? Алматыдан келдім. Алматыдан. Біраздан бері мазалап жүр ма сізді осы грижа? Көктемнен бері, 2023 март айынан бері ғой. 24-тің март айынан бері тойсын. Грижа неше миллиметр болды? Соңғы кеше келген кезімде 1,7 болды ғой. 1,7? 1 сантиметр 7 миллиметр. Сіздікі үлкен болып кеткен екен ғой? Үлкен болып кеткен, иә. Ал ақшасы болса? Ақшасы бәрі нормально, жақсы. Қатты қымбат емес. Өзіңізге әйтеуір ауыр тимейтін? Иә, жақсы. Жақсы аға,
жақсы шауып кетіңіз. Аллах тағала сізге жақсы жүріп тұруыңызды, бәріміздің аяғымыз қымбат қой, денсаулығымыз, өз аяғымызбен жүріп тұруымызды нәсіп етсін аға. Рахмет бауырым, көп рахмет сізге. Есіміңіз кім болады? Әділет болады. Әділет. Қай қаладан келдіңіз? Сарыағаштан келгем осы, Сарыағаш жақын жерден. Сізде неше миллиметр? Менде 11 миллиметр болған. Соны алып тастадық енді. Құдайға шүкір, операция жақсы өтті. Операциядан кейін әлі тұрып жүріп көрген жоқсыз? Жүрдік. Өзіміз тұрып жүріп, тамақтарымыз отырып жеп, 5 уақыт тамақ береді, сол сумманың ішіне кіреді, барлық операциямен бірге. 2 күннің, 3 күннің ішінде шамасында айтады, қайтасыңдар, тұрасыңдар, жүресіңдер деп қалған бәрі жақсы, аман есен. Сіз кеше келдіңіз ғой, Кеше келгенбіз, бір күн жатамыз, Құдай қаласа ертең қайтамыз енді. Вообще сонда примерно бір бас аяғы 2 күннің ішінде анализді алып, операция жасап, 2 күннің ішінде шығып кетуге болады сонда, 2-3 күннің ішінде. 2-3 күннің ішінде шамалы, бірақ алдын ала анализдердің барлығын дайындап келу керек. Өйткені ВИЧ деген бар, 2-3 күнде самалдың дайын болатын анализдер. Соның барлығын дайындап алып келсеңіздер, бұяқта врачпен көрсетіп, ақылдасып, операция кеше болды. Бір күн под наблюдением боламыз, Құдай қаласа ертең қайтамыз енді. Енді сіз қандай халде келдіңіз, мысалы, уже ауырып, сәл бір жаққа қарай? Бұл уже менде грижа 2023-4 жылдан бері келіп жатқан негізі. Неше түрлі емдерді көріп жатық, бір жақсы болады, қайтып ауырады, бір жақсы боламыз. Сөйтіп соңында, ақырында уже 4 айдан бері неше түрлі ем алдық. Қай жақтарға бардыңыз? Шымкент, Алматы, Сарыағаш, осы екі ортада неше түрлі емдерді алып көрдік қой. Көмектеспеді, временный барлығы. Оның барлығы қанша шығын? Соны айтсаңызшы, бір операциямен көрейік дедік енді, тәуекел деп. Ең оңайы, ең тез болатыны осы эндоскопический деп келдік енді. Біздің Қазақстанда бұл операциялық пока жоқ екен. Соны Ташкентке келдік. Енді оны Инстаграм арқылы көріп, сөйлесіп, келіп көрдік. Операция неше сағат болды? Бір жарты сағат шамасында болып қалды, тез болды. Жарты сағат шамасында, Көп адамдар, грижасы бар адамдар қорқады екен де көбінесе операциядан. Мен өзімді жаман қорықтым, шынымды айтсам. Бірақ енді жарты сағат шамасында тез өтіп кетті. Ауырсыну деген онша сезінбейді екенсің. Операцияна наркоздың күші кетеді ғой. Сол кезде күші кеткеннен кейін жай өз сезімтал ашылады ғой. Сезімтал ашылған кезде баяғы ауырсынулар жаймен жоқ екенін байқадыңыз ба? Байқайсың, байқайсың. Операция істеген жерде бүйтіп қатты мазаламайды. Ол кішкентай ғана бір тесік сияқты болады. Кесілген жер қатты мазаламайды, тез жазылып кетеді. Нормально, кеше болды, бүгін уже жүріп тұрып не қылып жатыр, бірақ бір ай сақтану керек, алдын ала соның бәрін айтады, түсіндіреді. Главное, сақтансаңыздар, аман есен боласыздар. Дұрыс, денсаулық сақтап жүру керек дейсіз ғой. Дұрыс, сізге де Аллах тағала жақсы жүріп тұруыңызды, мықты денсаулық нәсіп етсін. Енді осы операционныйдан шыққан бұл жерге негізі бөтен адамдарды кіргізе бермейді. Мен арнайы рұқсатпен ғана кіріп жатырмын. Осы кісілерден сұхбат алатын болғаннан кейін бұл жерге көп қазақстандық кісілер келеді екен. Сіздерге жақсы денсаулық тілеймін, енді ауырмаңыздар, жақсы жүріп тұрып кетіңіздер. Енді сіздің алдыңызға келіп жатқан науқастар Қытай көріп келген екен, мен сұрастырып жатырмын. Қытай көріп келген, шетел көрген, Россия көрген, жан-жақты көрген. Ақыр соңында айтып жатырмын, міне мен осы Бабыр мырзадан кейін әдемі болды. Екінші рет операцияға келіп жатқандар бар екен. Ол яғни бір жерге емес, бір жерге 2 рет жасаған емес, құрметті достар. 2 жерден шығады да. Және жоғарыдан бір шығады, астынан бір шығады. Мен ашықшасын айтып, қорықпастан бұл аурулар білен сөйлештірдім. Не деп айта аламын? Бәзіде адамдарда 2-3 жайда болады грижа. 2-3 жайда. Бірденге кіріп алса бола ма? Болады. Ол қиын процесс. То есть ауруда қиналады, дәрігерді қиналады. Сосын мен айтамын, давай 2 этап. Бірінші рет, екінші рет. Бірінші реттен жақсы болып, 100% жақсы болып кетмейсің. Ол күтіп тұрасың. Мен саған екіншісін жасап беремін деп айтамын.
сол екіншісін жасаймын, кейін зор нәтиже болады. Міне бүгінде видеода көрген адамыңызда егерет операция істелді, жақсы. Ондан тасқары міне жасы үлкен адамдар. Жасы үлкен адамдарда омыртқа каналы стенозы деп аталады. Бір кәсәлік бар. Ол кісілерді 2 мм деп грижа жазып береді, но оларда проблема манау нервті омыртқа каналыны тарайып қысылып қалу. То есть қан келеді, қан кетпейді. Олар жүреді 100 метр. 100 метрден кейін тоқтап, или отыру керек. Сол кісілерде 2-3 уровеньде болады. Олардың жасы үлкен, 70-тен ары, или 60-тен ары да. Ол бір жатқызып 4 сағат операция істегеннен көрі 4 уровеньде. Лучше 2 этапа. 2 этап. 2 этап біледі. Біріншісі болса, кейін онысы. Солай жасаған дұрыс. Мені практикамда солай. Мен бірденеге агрессивный хирургия істемеймін. Енді міне сіздің алдыңызға келіп тұрып, өте ауыр жағдайда, ауыр состояниемен келіп тұрып, қанша минуттың или қанша уақыттың ішінде сізден осы грижадан құтылуға болады? Енді точно бір минутын айта алмаймын. Ауру келді, анализ бар ма жоқ па білмеймін. Ол операционныйға кірді, операция істедім. Біз көпірақ операцияны спинальный наркозды істейміз. Спинальный наркоз ол ауру ұйықтамайды, ауру құшыда болады, но ауру сезбейді. Ауру сезбейді. Сол спинальный наркоз орташа 3 сағаттан 6 сағатқаша тарайды действиясы. Сол 6 сағаттан кейін тұрып жүрсе болады. 6 сағаттан кейін жүрсе. Енді оның алдында бір күн бұрын тексерілетіні бар. Общий лайннан айтқанда, адам 2 аяқпен, 1 аяғымен ақсаңдап, балдақпен келген адам 2 күннің ішінде тұрып жүріп кетсе болады. Бір күнде тұрып жүрады, но бірінші күнде міне бұлай нәрсе бар. Аяқ істемей келген адам скорейший болмайды. Ол секін болады. Бірінші кетеді деген нәрсе бұл ауру. Ауру кетеді. Аяғы үйіп қалған адамды аяғы да үйейді. Үйейді, ол секін жібереді. Енді Қазақстаннан келетін құрметті көрермендерге, еміне шипа іздеп келетін құрметті көрермендерге не айтасыз? Мен айтадыған сөзім бір. Омыртқа пағанасы хасталіклері ол қазіргі күнде ең үшейдеген аурулар. Бұл науқастар қиналып, операция істетмей, безоперационный методтермен емленіп жүрген адамдар да қанша. Операция 100% хамма адамға да хажат емес. Операциясында сразу бірінші ретте ешкім операция істетмесін. Операция істетедіген 3 момент бар. Біріншісі аяқ істемей қалса, екіншісі үлкен тарет ва кішкентай тарет тоқтап қалса, үшіншісі сол дәрежеде ауру болады, ол наркотик істейді адам. Наркотик. Сол 3 кезде болса, 3 кез адамда болса, оны срочно істесе болады. Ата қалған бәрі случайларда 6 аптадан 8 аптағаша емделу керек. Енді не айтамын? Агер операциядан кейін хаят тұрмысты өзгертіруге дайын болсаңыздар, келсеңіздер болады. Жоқ, біз салмағымызды түсірмейміз, біз жатығу істемейміз, ақшаңды алда мені зор қылып жібер деген болса, онда сіздерге операция істетмеген мақұл. Демек, грижаның енді әдемі асқынып келатқан түрі уже аяқ ауырып бастаса, онда ол уже асқынып жатыр деген сөз. Құрметті көрермендер, сіздің оң аяғыңыз немесе сол аяғыңыз немесе 2 аяқ бірдей ауыруы мүмкін. Либо қол. Мойында грижа болса, қол ауырады. Грудной отделда грижа болса, адам жақсы жүре алмай қалады. Уже сіздің жүріп келатқан кезінде білініп, жаймен ауырып бастап жатса, онда сізде грижа асқынып келатыр деген сөз. Соның алдын алып, мен сіздерге келіп бірден операция істет деп айтпаймын, но осындай білетін мамандарына келіп, консультация алып, оның может операция жасамай-ақ тренировкамен немесе дәрілермен кетіру мүмкін. Сондықтан сізге Алла разы болсын, Бабыр мырза, бір ауыз осындай сұхбат алсам сізден, келіп клиниканы таныстырсақ деген кезде маған разы болып, осындай әрине деп сөзімді құптап, сұхбат беріп жатқаныңызға өте қуаныштымын. Рахмет. Не дейміз? Ешкім ауырмасын. Ешкім ауырмасын. Ешкім операция істетмесін. Операцияға ешкім алып келмесін. Өзің істеріңізді істеңіздер, салмақты тастаңыздар, жаттығу жасаңыздар.
но агерде жайдын пайда болмаса келиңиздер сол кичинтай бир таяк жардамында грыжаны алып тастайбыз. Сіздерге бүйтіп кесіп, оны өйтіп омыртқаны істемейді. Только бір тесік болады, осымен таяқпен алып тастайды. Жақсы, рахмет Бабыр мырза. Ханафия.